Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен наггетс жасаймыз. Өте дәмді, жақсы шығады. Әсіресе балаларыңыз тез жеп қояды. Ол үшін бізге осылай тауықтың филесі керек. Дәл видеодағыдай етіп филені турап аламыз. Достар, біздің каналға подписаться кнопкасын басыңыздар және барлық видеоларға лайк басып, астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Турап алған филелерімді мен бірінші тұздадым. Бұрыш, тұз қосып, дәміне қарай сізге ашты ұнаса аштырақ қылдырып, ашты ұнамаса өте көп тұз, бұрыш қоспайсыз. Жақсылап тұздап алғаннан кейін бізге жұмыртқа керек, сосын панировочный сухарь керек. Бірінші жұмыртқаға малып аламыз, сосын панировочный сухарьға малып, тура осылайынан етіп дайындап аламыз. Духовканың ыдысына салып 30 минуттай пісірамыз. Өзіміздің духовкамызға байланысты. Көріп тұрғандарыңыздай біздің наггетс өте дәмді болып дайындалып шықты.